Шыңғырлау аудан прокуратурасымен үстімізде жылдың 14-19 шілде аралығында аудандық полиция бөлімімен бірлесе отырып, қолайсыз отбасыларда тәрбиеленетін балалар мен жасөспірімін анықтауға, олардың құқықтарын қорғауға, сондай-ақ олардың арасында құқық бұзушылықтар мен отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған түнгі қаладағы балалар жедел профилактика іс-шарасын өткізді. Іс-шараға прокуратура, полиция, жергілікті атқарушы органдар, денсаулық сақтау, білім беру қызметкерлері, балалардың құқықтар қорғау органдарының өкілдері, жастар және балалар ұйымдарының өкілдері, қоғамдық және ата-аналар бірлестіктерінің өкілдері, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдары жұмылдырды. Рейдтік іс-шара барысында тұрмысы нашар отбасылардың тұрғылықты жерлері бар, тұрмыстық жағдайлары тексерілді. Сондай-ақ іс-шаралар аудандық ойын-сауық мекемелерде, базарларда, жанармай құю станцияларда және теміржол вокзал қамтылды. Рейдтік іс-шара барысында аудан прокуратурасы ата-аналармен және заңды өкілдерімен түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 442 бабы бойынша 10 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерін еріп жүруінсіз түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғын жайдан тыс жерде болу.